қоғамдың дерті. Лудоманияны негізі психикалық ауруға жатқыза аламыз ба? Әрине, патологический ауру ғой. Қойдыңыз ба жалпы ойынды? 1 жыл 4 ай болды берсе. Неден басталды бұл құбылыс? Ең бірінші ойын ставка тіккенім, енді ортадан қызығып жаңағыдай. Негізі мен өзім түбегейлі қарсы болдым. Қанша қарызға кірдіңіз? Енді общий қарыз өте көп. Қанша? 300-400 миллион бар. Мәссаған. Ойын құмарға жақын балдар қыздарды өте қатты алдайды. Анада бір қыз келді, жылап самоубийствоға дейін барайын депті ол қыз. 20 миллиондай кредит алып тастаған екен. Күйеуіңіздің ойнайтын үйленгеннен кейін қанша жылдан кейін білдіңіз? Ақырындап айлық үйге келмейтін бола бастады. Уже ақша мүлде жоқ болды. Бірте-бірте мен оның қарыздарын ести бастадым. Оның түбі суицид деген нәрсені көргенде мен өте қатты шошып кеттім. Себебі мен 4 балам бар. Мен ондай жерге жеткім келмейді. Бұның соңы олай аяқталғанын мен қалаған жоқпын. 40% отбасылардың ажырасуы осы ойын құмарлықтың әсерінен дейді. Ол уже бүкіл адамнан қарыз алып болып, соныма қарай ажырасудың барлық ситуациясы келді деп айтсам болады. Мен тыныштық таппаймын. Сол 100 мыңды қайтарам деп тағы біреуден 200 мың алам. Сол 100 мыңды орнына қоям да, ана 100 мыңды ойнаймын. Солай өз-өзімді постоянно алдап жүрдім да. Ойынды қоюым, мен ойынды қоя алмаймын. Мен қойсам уже бітті, маған өмір жоқ. Ата-анаңыз қалай қабылдады? Анам талай айтқан маған, мынаны оқыш, мына сүрені оқыш. Мен нағыл алып жүріп тастайтынмын. Мүлдем дәрі жоқ. Именно лудоманияға қарсы. Мына ойын құмарлыққа дәрі әлі шыққан жоқ. Ол болмайды. Әлем бойынша лудомания дертіне шалдыққандардың саны 60 миллионнан астам. Ал Қазақстанда бейресми деректерге сүйенсек, 300 мыңнан астам адам зардап шегеді дейді. Бұл әрине бейресми деректер, шын мәнінде қазіргі таңда 2 миллионға жуық адам онлайн түрде ойыншы ретінде тіркелген. Ал олардың ішінде 400 мыңға жуығы тұрақты клиент дейді. Бұл сандар жыл сайын емес, ай сайын асып артылып жатыр. Эфирде айтарым бар подкасты сіздермен бірге мен, оның жүргізуші Жанерке Сейфуллина. Бүгін біз ерекше тақырыпты қозғамақшымыз. Бізге бүгін арнайлап осы студияға қонаққа келіп отырған лудомания дертіне шалдыққандарға көмек қолын созып, көмектесетін оңалдыру орталығының директоры Шүкір Хамит мырза, қош келдіңіз. Рахмет, саламатсыздар. Саламатсыз ба? Және де өзінің отбасылық тәжірибесімен, осы лудомания дертіне шалдыққан отбасыларға өз тәжірибесімен, практикасымен бөлісуге келген бізде Арайлым Болатқызы. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Және де бізде бір бүгін ерекше форматты подкаст болайын деп тұр. Шындығында да дәл осы лудомания дертіне шалдығып, сол жолмен жүріп, бүгінгі таңда күресіп, және ол жолға басқа адамдардың келмеуін насихаттап жүрген Асқар мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәлем бәріңізге. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Шаршап тұрмыз, шынымды айтсам. Бүгін біраз колледждарда Асқар екеуміз біраз мәліметтерді бергенбіз. Осы ойынға қарсы ойды насихаттап жүрсіздер, иә? Әрине, иә. Именно сол осы ойын құмарлыққа сол жас балдарымыз, біздің жас қазақ балдары болсын, қазақ қыздары болсын, сәл болса да сол мәлімет берейік, қандай дәрежеге алып келетін, сол үшін сөйтіп жүрміз. Жақсы аға, жалпы лудомания дегенге кішкене тоқталайықшы. Бірі білсе, бірі білмейді деген сияқты. Осы лудоманияны біреулер қоғам дерті дейді, біреулер оған мүлдем келіспейді. Жалпы қандай анықтама бере аламыз? Әрине, бұл енді лудомания деген енді ойын құмарлық қой, енді біздің тілмен айтқанда ол қоғамдың дерті. Бұл жерде ең маңыздысы көбісінің біріншіден адамды білу керек. Кейбіреулер әшейін көреді ғой, 1-2 рет көрейін деп та, ол влечениясын білу керек та. Ол кейбіреулер ауыратындар бар, әшейін действительно қызығып ойнайтындар бар да. Сол жерде ең маңыздысы сол. Кейбір кезде бізге де алып келеді адамдарды, олар өздері де түсінбейді да, не болып жатқанын оны. Сол кезде біздің мамандар уже зерттеп, точносын айтады да, толығын айтады. Мынау ауру ма, ауру емес па? Лудоманияны негізі психикалық ауруға жатқыза аламыз ба? Әрине, патологический ауру ғой. Әрине, бұл сізден көбісінің сұрақтары былай ғой, бұл қаяқтан пайда болады? Мысалы, бізге келеді, айтады, біздің тұқымымызда ондай жоқ дейді да, бұл қаяқтан пайда болды деп. Енді ол біріншіден, әрине, ол мынау қазақта сөз бар ғой, тұқым қуалайды дейді. Біз білмейміз ғой, ата-бабаларымыз кім болған. Көбісінің да, мысалы, енді жатқан жер тыныш болсын, ренжімесін ешкім, кім қандай болғанда, мысалы, ол не обязательно ол ойын құмарлыққа жақын болды. Может, ол
ішімдікке жақын болды, әлде нашақорлыққа жақын болды, сол мүмкін сондай шығар. Екіншісі ол ортақ достары қандай, кімдермен араласып жүр. Мысалы 4-5 досы мысалы ойын құмарлыққа жақын болса, ол по-любому сіздерді сол жаққа тартып алады. Сондай адамдармен аралассаңыз, сол жастарға сол үшін өйстіп айтып жүрміз, өздеріңіздің ортақтарыңызды таңдап жүріңіздер деп та, бақылап жүріңіздер деп. Ең маңыздысы ол отбасында қандай тәрбие алған, мысалы әке-шешелердің, кейбіреулердің қандай тәрбие берген. Көбісі айтады дейді, мен ол балаға бәрін алып бердім дейді. Мүлдем ешқандай қиыншылық көрген жоқ. Мәселе ондай емес, ол қиыншылық көрді ма, көрген жоқ па. Ол балаға мүмкін сол машин кішкентай кезінде 5, 6, 7 жасында ол машина керек емес шығар, ол ойыншық. А может быть ол бетінен сүйгенін қалады сол моментте. Важный моменттер көп та, енді оны біз жұмыста өзіміз бізге келгенде біз бәрін зерттейміз толық. Мына детский травма дейді ғой, сол бала өз мысалы 35-40-та болса, біз жұмыс жасап онымен 5-6 жасқа дейін апарып тастаймыз. Демек, бала кезінде, ер азаматтың дейікші, бала кезінде ата-анасынан дұрыс көңіл жетпегеннен барып жатады ма бұл? Ол да мүмкін, иә. Бұның бәрі жаңағы мен айтып кеткенім мүмкін. Факторлардың ішінде. Ау? Факторлардың бірі. Бар ғой, көріп жүрсіз ғой. Әрине, бізде тағы өте қандай факторлар бар? Өйткені қазір ғана бала өсіріп отырған ата-ана білсін деген мақсатта сұрап жатырмын. Ең маңыздысы енді баланы тәрбиелеген кезде көбісі біздің әке-шешелер қалай ойлайды? Мысалы, менің де туысқандарым, таныстарым бар ғой, алады да телефон бере салады. Ол интернетте отырады, ол бала ішінде не болып жатқанын білмейді да, әке-шешесі. Әңгімелесу керек баламен, сөйлесу керек, сурет салу керек, әлде бірге концерттерге бару керек, бірге сол трезвый образ жизни дейді ғой, соны көрсету керек та. Спортпен айналыстырып, үйретіп, сөйтіп. Көбісі, енді мен түсінем, қазіргі өмірде көбісіне қиын да, сол жұмыстан шаршайды, келеді, сонымен, қойшы балам дейді да, сонымен или кино көре салшы деп не қыла салады. А именно, может быть, сол бала, сол мысалы менде бір пациент болды, 11-ші айда маған айтады, Шүкір аға дейді, мен вспомнил дейді, бірінші маған обидам қай жерде болды, ренжуім. Қай жерде кәнекей давай отырып екеуміз сөйлесіп жазып не қылып жатсақ, айтады, балабақшада дейді. Мені дейді, балабақшада дейді, туалетке барғым келмеген дейді, воспитательница мені заставить еткен дейді. Түсініп жатсыз ба? Мен әжетханаға барғым келмеген дейді, басымнан бір ұрып дейді, әжетханаға заставлять етіп барды дейді. Мен оны ішіме алып қалдым, әке-шешеме айтпадым, менде осындай жағдай болды деп. Ішіне сақтап қалдым. Одан кейін сол обидаға тағы обидалар көп қосыла береді, өмір бақи да, енді ол өзі 40-тағы кісі. Түсіндіңіз ба? Жаңа бала деп жатсыз ғой, мен сол үшін айтып жатырмын да, балдармен көбірек балдарға көңіл бөлу керек. Сөйлесу керек десең. Әрине. Ол мәшіне алып бердім, или сотка алып бердім, или там жақсы киім алып бердім. Сонда на принцип ата-анасына ренжіп ойнайды ма? Ренжіп ойнамайды, олар внимание хотят. Подавленные эмоции деген нәрсе болып тұр. Подавленные эмоциялар. Доказать ету. Үстіне қосылады ол. Міне қазір Асқар да өзі айтып береді. Мысалы өзінің өмірі. Асқар не үшін ойнадың деп сұрақ қойсаңыз, ол сізге қазір толықтау айтып береді. Соған келе жатырмыз. Асхат мырза, енді сіз қазір Асқар мырза, кешіріңіз. Сіз қазір енді қойдыңыз ба жалпы ойынды? Қойғанға 1 жыл 4 ай болып берсе болады. Неден басталды бұл құбылыс сізде? Қашан басталды? Енді қашан басталды дегенде, енді нақты ойнауым сол 21-22 жастарымда басталды. Қазір қаншадасыз? Қазір 33-темін. 10 жылдың үстінде ойнап тастадым. Былайынша айтқанда, енді ол жалпы жаңа Шүкір ағамыз айтып кетті ғой, детский травма деп. Детский травма ол анық, потому что біздерде реабилитацияда сол балалық шаққа апарады. Қай жерде басталды, қайдан басталды. Менде енді былайынша айтқанда барлық факторлар бар. Тұқымнан да бар, детский да бар, және де жаңағы ортадан да бар. Қызығушылық дейді ғой, ортада. Солындай жерде өзім жұмыс жасағанмын. Енді детский травма десек, мен жалпы әке-шешемді кінәламаймын ешқашан. Олар потому что өздері қандай тәрбие алды, дәл солай тәрбие берді.
балам аш болмасын, тоқ болсын, ешкімнен кем болмасын деген сияқты, алда болсын постоянно деген сияқты. Енді былайынша айтқанда жаңағыдай қысым дейді, қысым тек қана ұрып соғу емес. Қазір көбісі ойлайды ғой, мен бала шағамда қайдағы депрессия, қайдағы детский травма, бізде жақсы тәрбие бердік деп. Например, мен балалық шағым алатын болсам, мен ішіндегіні анық айта алмайтынмын. Бір 5-6 жасымнан кейін уже менде андай бола бастадым, жабылып. Тұйықталу. Неге десеңіз, мен жаңағыдай күрестім, жақсы күрестім, әкем бапкер болған, жаңағыдай күресте мысалға бір баладан ұтылуға болмайды маған, қателесуге болмайды. Ұтылсам жаңағыдай неше түрлі сөздер, нағашыңа тартқансың, қаның жоқ, намысың жоқ, или там неше түрі бар, енді оның бәрін айтпай-ақ қояйын. Және сабақтан төрт алуға болмайды маған. Төрт алған күні үйде ұлан асыр айқай шу, айқайдың көкесі болады. Сол үшін мен 3 алсам, 4 алсам постоянно дүзеп бастайтынмын. Лезвиемен, алмаспен кетіріп, бейіс қылып деген сияқты. Алдау басталды десеңізші. Уже сол кезде басталғанда мен соның бәрін глубоко дейді ғой, былайынша айтқанда, тереңірек үңіліп қарайтын болсақ, сол жас кезімнен, бала кезімнен басталғанда қиялдай бастадым. Ол кездерде уже жаңағыдай ішімдегіні айта алмаймын, анау сияқты болсам, мынау сияқты болсам армандадым да. Ал сол армандарым жаңағыдай өмірде жүзеге аспағасын, мен уже былайынша айтқанда иллюзия дейді ғой. Жаңағы нәрсеге тоқталайықшы. Сізді ата-анаңыз толықтай өзінің под контролем ұстады ғой, иә, обязательно. Оң қадам десе оң қадам, сол қадам десе сол қадам. Сол нәрсе де сізді қысты, иә, былайша айтқанда? Қысты, былайша айтқанда енді. Сіз кім болғыңыз келді, бірақ қандай мамандыққа бардыңыз? Мен енді өзім енді арманым көп болды енді бала кезде. Бала арман алдамайды. Олимпиада чемпионы болу деген сияқты. Ол ата-анаңыздың сізге бүйтіп тиіп берген арман емес па, олимпиада? Жоқ, ол енді көп болды арманым. Енді ең бастылары, мен қазір ойлап отырсам, доказать ету менде. Коттедж үй алу, машина алу, солай ақшамды көп қылып көрсетіп, жаңағыдай, міне мен осындай дәрежеге жеттім, жетістікке жеттім деген сияқты да. Содан басталды енді, жалпы детскийдан басталады ол. Содан кейін ең бірінші ойын ставка тіккенім енді ортадан қызығып, жаңағыдай. Негізі мен өзім түбегейлі қарсы болдым ойынға, потому что мен охран болып жұмыс жасадым, сол букмекерлік кеңселерде 3-4 жылдай жұмыс жасадым. Қайдан басталды, студент кезіңізде? Студент кезімде басталды сол. Бірақ мен ол кезде бәріне ұрсатынмын. Менің өзім принциптарым болған, жаңағыдай. Осы ақшаны үйіне нан апар, үйіне тамақ апар. Былайынша айтқанда андай вообще қателеспейтін правильный адам болдым ғой. Енді мақтанғаным емес, енді действительно сондай болдым да, стараться еттім постоянно. Солай жүрген кезде сол өзім соған түсіп қалып тұрмын ғой. Қызықтым енді жаңағыдай бір жұмыстасым көрсетіп, осындай ақша ұтып алдым, кредиттерім жауып тастадым. Сондағы аз ақша сол. Қанша? Есімде жоқ, бір 50-60 мың айналасы. Бірінші кезде ұтасыз? Бірінші кезде обязательно ұтасың. Ол обязательно досың болады ол. Қармақ десеңізші. Ол басында 3-4 айдай ұтып жүрдім мен. Потому что мен бір рет салып, 2 күн, бір апта ойнамай, солай контрольмен жүреді ғой адам басында. Ойын досым болады. Өте жақсы дос, жаңағыдай. Өзім самооценкам низкий ғой, мысалы соны көтерем. Менде ақша бар, қосымша заработок жасалатын. Былайынша айтқанда енді өз-өзімді солай көтердім десе де болады. Ол қанша уақытқа созылды? Ұзақ емес, 3-4 ай болар. Содан басталып кетті, уже ақшалар ұтыла бастадым. Өз-өзімді алдап қоямын, жаңағыдай менде стоп жоқ, мен до конца бірдеңе бастасам, до конца түбіне дейін апарам деген сияқты. Өз-өзімді солай алдаймын ғой. Бастапқы психологиялық өзгерістер қалай болады? Сіз бір бастан кешкен адам ретінде айта аласыз ба? Бастапқы психология енді басында енді қандай болдым? Өтірік айтпайтын асқар болдым. Уәдемде тұратын, айналама қамқор, бауырларымды всегда көтеріп жүретін. Мен даже қарындасым бар, бір қарындасым. Сол жаңағыдай орамал тартады да, сол колледжге кіргізбейді. Сол кезде мен әке шешемді емес, мені шақыратын. Мен баратын едім сонда. Сол колледждің завуч, директор, ректорларымен кіріп, біз енді зайырлы мемлекетпіз, қайда сондай болдым да, жаңағыдай қамқор, жаңағыдай любой жаңағы досым шақырса қайда болсын баратын. Жауапкершілікті көп алатын слишком өзіме. Солай болдым да, енді ойын басталғаннан кейін уже жайлап ұшады. Біріншісі бұрынғы асқар сияқты емеспін, дисциплина жоқ, өтірік айту басталады. Уақытымен бәрі. Содан кейін уәделер беріп, уәдеге тұрмау басталады. Содан кейін адамды алдау басталады. Ол үшін айта берсең симптом өте көп. Адамдардан қорқу, постоянно ештеңе көрсетпеу, жаңағыдай жасырын дейді ғой. Жаңағыдай комнатқа кіріп қалған кездерде тығылып, уже солай басталады да. Потому что неге ол
үйде айқай болмасын деген сияқты. ойнап жүрген бұрын енді емес. красавчик болған Асқар қалай ондайға кіріп кеттім деген сияқты ғой. Солай басталады енді. Симптом көп өте. Аха, жақсы, қазір қайта ораламыз. Арайлым ханым, сізде қалай болды? Сіз жолдасыңыз осы дертке шалдықты дедіңіз, ойын ойнады дедіңіз. Оны әйел ретінде алып шығу сізге қалай, қиын болмады ма жалпы? Өте қиын болды. Сол бойынша айтып кетсеңіз, мысалы премьер-министріміздің айтуы бойынша қазіргі таңда еліміздің жалпы статистикасы бойынша 40% отбасылардың ажырасуы осы ойын құмарлықтың әсерінен дейді. Сіздерде ажырасу туралы диалог болмады ма? Жалпы айтып кетсеңіз. Менің ең бірінші, оказывается, әзір ойлаймын да, мен әзір психологияға келіп жатырмын, сол бойынша білім де алып жатырмын. И осы жерде менің өзіндік бір принциптерімнің бірі, мен ешқашан ажыраспаймын деген принциппен даже тұрмысқа шыққан кезде ешкім енді олай ойлап тұрмысқа шықпайды ғой, бір жерге шығамын, мен ажырасамын деп. И мен қандай жағдай болмасын, мен отбасымды сақтап қалам деген әйелдердің қатарынан болдым. И соныма қарай ажырасудың барлық ситуациясы келді деп айтсам болады. Иә, алғашқы уақытта бәрі айтып отырғандай, Асқар мырза айтып отырғандай, бәрі күшті. Менің жолдасым военный, сонша білім алған, званиясы да бар, генералдармен қатар жүрген адам, ақшасын да тауып, басқасын да тауып, достарының ортасында сыйлы, отбасымыздың алдында сыйлымыз. Біз келсек, үлкен кісілердің өзі тұрып бізді қонақ қылады деген сияқты осындай авторитеттің ортасында жүрдік. Бүгінгі подкастқа маған даже келу маған да оңай болған жоқ, себебі менің әкем де қаншама ауыл танитын, жақсы жерде қызмет жасайды. Сондықтан бұл подкасттағы ниет осы созависимый қарым-қатынас дейді ғой, ойын ойнаушының жанындағы адам. Сол адамдар естіп, осы батпақ деп айтамыз ғой. Бұл батпақ не сол адаммен бірге сіздерді тартып кетеді, немесе бергі жақтағы сау адам содан шығуға тырысу керек. Мен өзім әлеуметтік желіні жүргізіп, осы инфобизнес деп айтамыз ғой, ақпараттық нарықта жүргеннен кейін бұл дертті білген кезде, жолдасым мойындаған кезде өте көп ақпарат іздедім. Қалай шығарамыз, қалай шығамыз, біз бірден кінәлау емес, немесе кетем емес, басқа емес, мен бұның шешімін тапқым келді. Сол кезде ақпараттың жоқтығы, если честно, қынжылтты да, мен іздемедім емес, іздедім. Даже орталықтарға барып, консультация алып, шешейік деген кезде де толыққанды ақпарат болған жоқ. Содан кейін не істейміз? Біз жақындарымызды бағанағы жақсы көреміз ғой. Біреудің әзір күйеуі, немесе біреудің баласы, біреудің жақыны ойнап жүрген болуы мүмкін. Бірақ сол жақындары керісінше орға жығып береді деп айтсам болады. Себебі неге? Жақсы көргеннен. Себебі неге? Ол өтірік айтып бастайды, алғашқы уақытта оның өтірігіне өтірік айтып жүр деп даже күдіктенбейсің. Әркез бір кішкентай қателік кетсе, қателігін ақтап аласың. Тағы одан қарай кетіп жатса, аяушылық сезім басталады. Иә, менде аядым, менде бір қателігі шығар, тағы бір рет қоятын шығар деп ойладым. Бірақ таяқтың ұшы өзіме келіп тиген кезде, осындай менің баламның осындай жағдайға түсуі, сен кінәлісің деген сөзді естіп бастаған кезде, мен уже басқаша шешім қабылдау керектігін түсіндім. Кешіріңіз, сөзіңіз бөлсем, күйеуіңіздің ойнайтын үйленгеннен кейін қанша жылдан кейін білдіңіз? Ол оған дейін ойын болмаған. Одан кейін біз Қапшағайда тұрдық. Ол Қапшағай ойынның отаны. Сол жерде казинолар бар қаншама деген сияқты, иә. Сол кезде жұмыс жасап жүрдік бәріміз. Ол кезде 7-8 жылға дейін бәрі жақсы болған, тұрмыс құрғандағы. Ешқандай жасыру жоқ, әңгімеміз таусылмайды, арман мақсат бар, жұмысымыз жасап жатырмыз, бәрі жақсы болған. Бірақ сол бір 2015-2016-ға қарай ақырындап уже айлық әкелмеу басталды. Мен ол кезде жаңадан жұмыс жасап бастадым, декреттен шығып, өзімнің айлығым болған соң онша қатты мән берген жоқпын. Ақырындап айлық үйге келмейтін бола бастады, азырақ сумма келе бастады. Сөйтіп, сосын мен уже каждый раз сұрағым келмейді, әйел адамдардың тұрмыста кейде сұрағымыз келмейді ғой, ақша. Бермесең өзім табам деген позицияға өттім. Сөйтіп мен өзім жұмыс жасай бастадым әлеуметтік желі арқылы. И менің ақшам мен оған зависимый болған жоқпын. Яғни өзім тауып жүргеннен кейін мен сұрамауға тырыстым. Сол кезде уже
ақша мүлде жоқ болды. Бірте мен оның қарыздарын ести бастадым. Достарымыз шыға бастады, туыстарымыз, жақындарымыз деген сияқты. Одан кейін вот ол уже бүкіл адамнан қарыз алып болып тірелген кезде ғана мойындады. Сол кезде өзі. Бірақ мойындағанмен бұл оказывается, енді бәріміз бала сүріп отырмыз ғой, ата-ана үшін өте үлкен соққы екен. Мен ата-енем әлі күнге қабылдады ма қабылдамады ма білмеймін. Баласы өз аузымен айтқан кезде де жоқ, менің балам ондай емес, бәленің бәрі сенен, біздің тұқымда ондай жоқ деген сөзді естігенмін. Яғни әйелге барлық жауапкершілікті сырып тастай салды, иә? Егер беттеріңізде әжім, пигментация, постакне, безеу сияқты тері проблемаларымен қиналып жүрген болсаңыз, Korean Buyers компаниясындағы білікті косметологтар сіздерге консультация ұсынып, Кореядан тікелей келетін күтімдерді сіздерге ұсынатын болады. Және осындай қазір хит болып жатқан оригинал Каменсадный парфюмын ресми дистрибьютор Korean Buyers компаниясынан сатып аласыздар. Ол үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Айтып кетсем бола ма бұл жерде? Қараңыздар, любой ата-ана өзінің баласын ең күшті, әлемде ең мықты, ең күшті деп есептейді. Потому что олар бәрін берді да балаға. Одан кейін адам баласына бір оқиға болып қалса, біреуді кінәлауға дайын тұрады да. Мен мысалы осындай нелер маған көп келеді консультацияға. Өйстіп қыздар көп жылайды да. Мені кінәлайды аға деп та. Әке шешеміз өйстіп мені кінәлайды. Бұл жерде келін баланы кінәлаудың қажет жоқ. Бұл жерде біріншіден өзін көру керек адам баласы. Өзінен кінә іздесе тезірек ем болады да. Сол ең маңызды. Айтып кетейін деген қазір мына қыздар туралы да, көбісіне айтайын, ойыншы, ойын құмарға жақын балдар қыздарды өте қатталдайды. Олар өте қатталдайды. Мысалы, анада бір қыз келді, жылап, самоубийствоға дейін барайын депті ол қыз. Жас қыз, ол қалай болған? Бала алдымен оны киноға алып барған, жақсы айфон алып берген, бизнес жасаймыз деп бірге деп, сонымен ана қызға өзіне кредит алғызған, ол қыз одан кейін шешесіне алғызған, шешесі әкесіне алғызған, 20 миллиондай кредит алып тастаған екен. Сол кезде ана қызды өтірікті келіп мамасына, мама, мен оны жақсы көрем, ол маған үйленем деп айтты деп сөйтіп. Ол жақсы көретін адам ешқашан жақын ондай жерге апармайды. Бұл жерде айтқым келіп отқаны, мысалы, жігіт жоқ болып кеткен ғой. Иә, жігіт содан кейін жоқ болып кеткен. Жоқ болып кеткен ана 20 миллион кредитке. Телефонын өшіріп, жоқ. Жұмысын бітірді ғой енді. Иә, жұмысы. Біз ана студент қыздарға айтамыз ғой, әсіресе ауылдан келген қыздарға, оларға қызық қой мынау. Мен де өзім ауылдан шыққан баламын ғой. Қалаға келем, мына светтер, бәр жақсы киноларға, кафелерге барғысы келеді, кино андай жақсы мәшіне мінгісі келеді, жақсы киімде соған қызығады да. Ойынға жақын балдар, басынан қыздарды сөйтіп алдайды. Қыздардың да арасында ойыншылар бар. Олар да бар. Ол қанша пайыз аға? Енді мен қазір сізге нақты айта алмаймын. Енді шамамен 7 бала ойыншы болса, 3 қыз да ойыншы болады. Ол қалай қыздар, мақұл жігіттер әйтеуір тұйықталып деген сияқты ата-анасымен көп сөйлесіп, ал қыздар қалай, не үшін бар? Бұл жерде дұрыс түсіну керек, ауру ешкімді таңдамайды. Ауру ұлтты таңдамайды, ұруды таңдамайды. Өзінің қыз жігітсің ба, ұл жігітсің ба, оған таңдамайды. Тек даже возрастной категория таңдамайды. Жасқа да қарамайды. Бізге кейбір кезде 13 жасар балдар келеді. 13 жасар келеді, 60-қа жақын кісілер келеді. Мысалы, үлкен қызметте істеген кісілер келеді. Өздері мен түсінбедім дейді, мен қалай кіріп кеткенімді дейді. Түсініп отырсыз ба? Жаңағы темаға оралсақ, кейбіреулер айтады да, бізде дейді, қазір бір консультация есіме түсті. Бір үлкен кісі, өзі даже біздің мемлекетіміз басқа мемлекеттерге көп барып, осы тақырыпты да қозғаған кісі өзі келіп айтып жатыр.
дейді мен дейді кезінде бізде ондай емес дейді, қандай менің балам сондай болып қалды дейді. Сол кезде мен сұрақ қоямын ғой, сіздер дейді достарыңызбен отырған кезде де қонаққа келген кезде не әңгімелесіздер, не қыласыздар десем, олар айтады, біз преферанс ойнаймыз дейді, карта ойнаймыз дейді, 50 грамм арақ ішеміз дейді. Бала не істейді? Айтқан істемейді, көрген істейді ғой. Сол үшін жаңағы балдарға очень внимательный болу керек та. Бұл жерде отбасы өте маңызды, именно тәрбие отбасында қандай болады. Жақсы аға. Бірінші емдеу этаптары қалай болады? Қалай басталады сіздердің оңалту орталықтарыңызда? Біздің 16 орталыққа келген кезде біз бірінші зерттеу жұмысын жүргіземіз, анамнез жинаймыз. Біз ол баламен бүткіл тарихын сұраймыз ғой. Ол әрине тапсырма берген кезде любой ойыншылар, негізі ойыншылар өздері көбісі өздерін мен мықтымын, мен өте сыпайылымын, мен өте ақылдымын деп есептейді. И біз одан кейін мамасынан, әлде әйелінен, бауырларынан тағы да информация жинаймыз. Обязательно ақпарат жинаймыз. Анамнез дейді ғой. Одан кейін сопоставлять етеміз. Мысалы бізде 19-дай тапсырма бар. 19 тапсырма бәрі өзін зерттеу үшін. Ой жерде сондай қызық сұрақтары болады. Бәрібір айланып келіп сол туралы да. Бізде бұл жерде дұрыс түсіну керек. Бұл жерде бір көбісі еще ата-ана маған бүйтеді ғой, келіп алып, қандай укол саласыздар дейді ғой, қандай дәрі бересіздер. Мүлдем дәрі жоқ, именно лудоманияға қарсы. Мына ойын құмарлыққа дәрі әлі шыққан жоқ. Ол болмайды. Мына мысалы менде бір тоже қазір есіме түсіп жатыр, бір консультацияға келіп, үлкен кісі баласын алып кепті. Баласы банкир. И маған бүйтеді, мен наркомандармен жатпаймын дейді, мен алқаштармен жатпаймын дейді, мен олардан мықтымын дейді. Содан кейін мен айтам, айналайын, сен маған айтып берші, қай жерің мықты? Сен де әке шешеңді жылаттың ғой, сен шешеңді бітірдің ғой, қанша инфаркт бердің, инсульт бергіздің, қаншама миллион ақша қарызсың. Наркоманнан сұрасақ, ондай қарыз жоқ ол наркоманда. Так что ойлан десем, жыла жіберді ана жігіт, кейін түсінді. Сонымен жатты емделуге. Енді емделудің шарттары көп қой бұл жерде. Именно аддиктологтар, клинический психологтар жұмыс жасайды. Бізде өздерінің тапсырмалары бар, ол тапсырмаларды жасайды, индивидуальный тапсырмалар бар, групповой бар. 7-24 не үшін оңалту орталыққа жатқызу керек екен, ол өте маңызды. Әрине амбулаторна да болады, бірақ ең эффективный ол оңалту орталыққа жатқызу. Неге десеңіз, олар 24 сағат олармен жұмыс жасайды. Психологиясымен, әрине, эмоциясымен. Оңаша қалу керек. Аха. Дұрыс Телефонның бәрін алып қоясыздар. Әрине телефонсыз болмайды. Ол телефон берсек, мысалы, ол телефонмен мысалы да сізге звондап сөйлеседі. Оның біздің дене мүшесі бізбен, бірақ ой қабілеті сізбен. Оған дәрежеге ешқашан жетпейміз. Сол үшін аптасына бір-ақ рет береміз, 10 минутқа. Қазақта айтады ғой, 5 саусақ теңдей емес, каждый организм индивидуальный, да. Сол үшін біз алдымен оны қараймыз. Кейбіреуге 3 ай болады, кейбіреуге 5 ай керек, кейбіреуге даже мүлдем 7-8 ай. Енді 20 жыл ойнап жүрген бала болса, енді біз оны, бізге де көбісі келеді, мәңдер ақшаларыңды 2 айдан кейін баламды алып кетем, жөндеп беріңдер деп. Сол кезде мен айтам, айналайын, керек емес. Ақшаңызды алып кетіңіз, балаңызды алып кетіңіз. Басқа орталыққа барып көріңіз. Мен үйтіп алдай алмаймын. Тау-таумен кездеспейді, адам-адаммен кездеседі. Ол мен оған болмайды үйтіп. Түсінікті. Асқар мырза, сізде емделу барысы қалай болды? Емделу барысына дейін жаңағы жерден тоқтап қалдық қой енді. 3 жақты сұхбат болып жатқаннан кейін. Айттыңыз, жаңағы эмоция басталды. Қанша қарызға кірдіңіз? Ата-анаңыз білгенде қалай болды? Кімдерге ауыр тиді? Енді ұтыла бастаған кездерде уже мен үйге жаңағыдай ақша келмей бастадым. Қарыздар көбейеді. Өзім жаңа жинап жүрген жинақтарым болған, соның бәрі кетті. Қанша қарызға кірдіңіз? Енді общий қарыз өте көп. Қанша? 300-400 миллион бар. Мәссаған. Енді менде вообще-то былайынша айтқанда көбісі таң қалатын. Сен ойнағаныңа
таңғаламыз. Қасында бірге ойнап жүргендерді, олардың енді поддержкасы ма или маған жаңағыдай қойсын деп айтма білмеймін енді. Просто менде мысалға ақшамнан ұтылып қалсам, допустим қолымда 100 мың теңге ұтылып қалсам, мен тыныштық таппаймын. Сол 100 мыңды қайтарамын деп тағы біреуден 200 мың алам, сол 100 мыңды орнына қоямын да ана 100 мыңды ойнаймын. Солай бір күнде 10 адам 15 адамнан ақша алған күндерім болады. До конца кәдімгі денем шаршап, көзім жұмылып, былайша айтқанда организм бітеді ғой шаршап. Таңғы 4-5-ке қарай уже телефон бетіме түсіп жатқан кезде соған дейін до конца ойнаймын да. Солай күн сайын жалғаса береді. Былайша айтқанда өз-өзімді құртып жібердім да. Организм, психика, оның ішінде вообще дұрыс сөз айтпаймын мен. Дұрыс сөз айтпайды ойнап отқан адам. Вечно боғауыз ғой. Жардыру, ананы ұру, бүйту, сөйту. Жаңа арасында бір шығарсам, сол маған кайф. Эйфорический память дейді ғой. Адреналинға кіріп кетесің. Адреналин, жаңа дофамин гормоны. Ең бірінші ойнаған кезде қай жерге барды? Сол дофаминге жетуге тырысады да негізі адам. Бірақ оған жету мүмкін емес. Мен постоянно соны аңсадым да. Мен оны ойнап жүрген кезде білген жоқпын әрине. Мен ойладым ғой, қарызым болмаса ойнамаймын. Или осындай 100 миллион ұтсам ойнамаймын, қоям. Или мындай ресторан болса ойнамайтын едім. Өз-өзімді постоянно алдап жүрдім да. Бір рестораны бар жігіттерді көремін ғой, ойнап отырады. Саған не жетпейді? Сен рестораның бар, байлығың бар, нәбірсің мына жерде. Деп мен өзім ақша үшін ойнап жүрген сияқты көрсетсем да, на самом деле мен ресторан болсын, 100 миллион болсын, мен ойнаймын по-любому. Потому что ол жерде адам ақша үшін ойнамайды. Өйтіп неге айтамын, мен постоянно өз-өзімді алдауым керек, ойынды қоймауым керек. Мен конкретно не үшін ойнап жүргенімді біліп, осознавать етіп, мына жақта бәленбай миллион қарыз бар екенін білсем, мен уже ойынды қоюға уже бірдеңе жасауым керек. Ойынды қоюым, мен ойынды қоя алмаймын. Мен қойсам уже бітті, маған өмір жоқ онда. Түсініп тұрсыз ба? Ата-анаңыз қалай қабылдады? Ата-анам енді постоянно уайымда, қайғыда, жылауда ғой. Ата-аналар қазір енді мысалға маған блог жүргіземін, көп хабарласады да, дәл менің ата-анамды көремін олардан. Постоянно олардың айтатынына жасырады. Баласының сондай екен, ағайын тума не дейді, ешкімге айтқысы келмейді. Сосын екіншіден қарыздарын, кредиттерін жауап береді постоянно. Солай көмектеседі, ол енді ауруына көмектесіп жатыр да олар. Одан сайын күшейтіп жатыр, потому что олар біріншіден игроман арқа сүйеп алады. Жауап беретін адам бар. На крайняк ешкім қалмаса, сол ата-анама айтам, болды жылаймын или өлем деп айтам, манипуляция жасаймын да, солардың ақшасын ұрып аламын. Деген сияқты да, арқа сүйеді, содан кейін ата-анасы далаға тастамайтынын біледі. Ойнай береді да. Сосын ата-аналардың жаңағыдай көмектескісі келіп тұрады, бірақ қалай көмектесетінін білмейді ата-аналар. Шаршайды ғой уже соңында. Былайша айтқанда трусисіз қалады ғой. Бәрін қолдағыларды береді, алтындарын сатады, кредитті алады деген сияқты. Оның бәрі неге айтып отырмын? Потому что мен басымнан өтті, және көптеген игроманның басынан өтіп жатыр. Ата-анаңызға жаныңыз ашмай ма? Или әлде былайша айтқанда игроман жаны ашмайды емес, жаны ашиды. Игроман негізінде ата-ананы ойлайды. Ата-ананы ойлайды, бірақ қалай ойлайды? Өте шолақ, қысқа ойлайды. Тек ойыннан көтеріп, осындай 100 миллион или 10 миллион көтерем де, бүкіл қарызды жауып, әке-шешемді Меккеге жіберем, или анда апарам, үй алып берем де, ауыздарын жауып, өзімді күшті қылып көрсетем. Шолақ ойлайды да игромандар. Жалпы игромандар инфантильный келеді дейді, инфантильность деген ақыттай баланың ой сәби сияқты ойлап қалады. Ол алда будущее ертеңгіні ойламайды. Қазір біреуден қарыз алып тұрмын, кешке берем. Уверенмін мен, кешке берем. Неге? Оның бір қойған жоспарлары бар. Коэффициенттер жинақ қойған. Мына 5 мыңды 50 мың қылам или 100 мың қылам. Содан кейін барып оған берем. Или үйден ақша ұрлайды. Мысалы 2 мың теңге, 10 мың теңге ұрлайды да, осын салам да, үстіне қосып алып келіп, дәл сол орнына қойып қоям. Бұл логически ойлап қарап тұрсаңыз, енді құттай бала сияқты ойлайды да. Ол невозможно нәрсе. Тем более оны ештеңе тоқтатпайды. Не істеп жатсың, бауырым, қой жеш десе. Бұл жерде жаңа железный бетон. Сізге көмектескен адамдар болды ма, жақындарыңыз? Әрине көмектескен адамдарым менде ең бірінші қасымда қалғаны бір сол әкем, анам және жолдасым. Психологиялық тұрғыда көмек беріп, осы оңалту орталығына алып барған. Енді былайша айтқанда мен 10 жылдың үстінде ойнадым, әкем мен анам, жолдасым қатты менен зардап шекті десем болады. Жылады, қанша, енді олардың дұғалары бар. Жаңағыдай анам дұға тілеп жатқан кезде мен даже қарағым келмейтін. Потому что мен жүрегім тас болып кеткен да. Негізі мына зависимый адамның жүрегі тас болып қалады, чувствоның бәрі қатайып қалады. Мен жаназаға барсам жылай алмаймын. Балам дүниеге келсін, қуаныш болса қуана алмаймын. До такой степени сондайға дейін кетіп қалдым да. Анам талай айтқан маған, мынаны оқыш, мына сүрені оқыш.
мен нағыл алып жатып тастайтынмын. Мен оны, потому что мен оны тыңдағым келмейді. Даже маған айтатын, сен кішкене жын кіріп кеткен, давай құран оқытайықшы деп солай айтатын да. Мен енді бір жағынан ол намысыма тигізгісі келеді, қойсын деп. Енді ата ана по-любому баланы ойлайды ғой, бірінші очередь қалай қойдырсам да, сол способын көрді ғой. Мен айттым ол кезде өзім қоя аламын, ондай әңгіме айтпай ақ қойыңдар маған. Қайда қойған, мен жалпы игроманды құртатын я сам разберусь. Мен енді өзім шешем бәрін. Гордыня, тәкаппарлық деген дейтін таудай ғой, бәрін өзім шеше аламын. На самом деле ешкім өзі шеше алмайды. Ол болотаға одан сайын кіре береді болды. Солай жүрген кезімде енді реабилитацияны Инстаграм арқылы көрді анам. Сосын бірге бардыңыздар? Жоқ, бірге барған жоқпыз. Мен жалпы Атыраудан біраз адамға қарыз болып қалып, осы Алматыға кетіп қалғанмын. Уже анаяқтың өмірінен шаршап кеттім да. Шаштарым түсіп қалды, мына жерім дейтін карта болып қалды шаштарым. Енді былайынша айтқанда бүкіл абыройдың бәрінен жұрдай болып, денсаулық кетті. Доста жаңағыдай ешкіммен араласпаймын, әке-шешем жылатып деген сияқты біраз адамның қарғысына қалдым. Соған қатты өкінемін, енді Алладан кешірім сұрап отырмын да. Сосын қазір енді былайынша айтқанда алғыс алып жатырмын да. Көп адамның алғысын алуым керек, кішкене соның орнын жабуым керек. Қарыздарыңыздан құтылдыңыз ба? Жоқ, әрине құтылған жоқпын. Мен дейтін бір үйдің қарызы бар әлі. Соны мен енді сол ойында жүрген кезде мен қарыздан қалай құтылудың да жолын білген жоқпын. Телефон соқса алмаймын, тек ойыннан көтеріп сол қарыздар раскредит етемін. Бәрін сонымен құтыламын деп ойладым ғой. Реабилитация ең бірінші келгенім анам жылады. Асқар. Енді қаншама ситуация болды, оның енді анам қатты стресске түсіп кетті, жылап. Бір айтқан тыңдашы, осы жерге баш деді ғой. Жақсы дедім, мен сол реабилитацияға кіргенше мен даже ойнап барғанмын. До такой степени мына ой сана сезім кіріп кеткені, сол реабилитацияға кірерде ойнап баратырмын. Ұмытып қалдым, 2000 или 3000 теңге салып қойғам экспресс. Соным шығып кетсе, реабилитацияға жатпаймын. Қарыздарымнан құтылып тастаймын да, сол реабилитацияға жатпай кетемін. До такой степени солай бардым да. Басқа әлем. Қиял, иллюзия ғой, мен өз-өзімді алдап жатырмын ғой постоянно. Сосын келдім, Шүкір ағамызбен таныстым, жаңағы Бекзат деген жігітпен. Сол жерден енді вообще сенген жоқпын басында. Қызық болды ғой вообще. Мен айтып жатырмын, мен күліп отырмын да андай да. Маған өтірік айтып отырмын, точно. Енді игроманмын ғой. Сенбеймін ғой, потому что мен өзім сондай красавчикпін да. Точно өтірік алдап отырмын. Артық бизнес деген сияқты ғой. Қазір емделу барысына тоқталамыз. Сіздің сөзіңіз ары қарай толықтырып жіберсек. Жалпы емделу қалай басталады деген нәрсе. Андай нәрсе оқыдым да, бір мақаланы оқыдым. Көп отбасылар жаңағыдай сол ойынға тәуелді адамдар жалғыз қалдырып кетеді. Қол ұшын созбайды, керісінше оның ата-анасы да арнайы маманға барып қаралу керек дейді. Осы тұрғыда не дейсіз? Жаңа сөзімізді кінәлаумен аяқтадық қой. Сол кезде маған ауыр болса да, мен сол кезде бірінші ата-енемнің орнына мен өзімді қойдым, себебі менің балаларым бар ғой. Ертең менің балаларымды келіп біреу жаман десе, мен ол адамды жек көрем. Сондықтан мен ол кісілерге қазір ол баған ақша келмей жатыр, немесе ол осындай деп оны кінәлауды дәлелдеумен емес, мен осы проблемадан қалай шығамын деген жағына қарай уже күшімді жұмсай бастадым. Болды, мен кінәламаймын, и мен де кінәламаңдар, уақыт керек маған деген сияқты. Мен өзім іздеп бастадым. Яғни бұл жерде кінәлаумен проблема шешілмейді екен. Қандай адамдар балаларымыз соғысса, кім бастады десең, бір-бірін кінәлайды ғой. Сонда біз екі жас отбасы боламыз да, бір-бірімізді кінәлап отырсақ, үлкендер бір-бірімізді ұлдікі дұрыс емес, қыздікі дұрыс емес деп, бұл жақта шынды айтсақ бізде қарым-қатынас бәрі кетті. Құда жекжат болып араласу дегеннің бәрі кетті да. Сондықтан мен бір нүктені тоқтату керек болса, осы жерден бастау керек деп өз-өзімді қолға алып, сол кезден бастап кінәлаудың бәрін тоқтатып іздене бастадым. Сондықтан ең алдымен жауапкершілікті бір адам алу керек. Себебі ол адам бағана айтып отыр ғой, Асқар мырза да айтып отыр, бала сияқты. Себебі ол мүлде басқа әлемде. Мен сол кезде бірінші жолдасымның жеке тұлға деп тұлғалығын жеке бөліп алдым. Мен қандай адамға тұрмысқа шықтым, ол кім еді, ол қандай әке, ол қандай бауыр, ол қандай дос деген сияқты. Қарасам, ол өте күшті дос, бауыр, жолдас, бірақ оның определенный бір жерде қателігі кетті. Сол ғана қарап тұрсам, бір минусы екен, мен оны жеке тұлғалығынан бөліп алған кезде, ол маған просто проблема болып қалды. Яғни мен оны ауру деп қабылдадым. Мысалға біздің жақындарымыз, Құдай сақтасын, рак немесе бір нәрсе болатын болса, біз не істейміз? Бәріміз оған поддержка беріп, оны емдетуге тырысамыз ғой. Ал бұл жерде бұны ауру деп қабылдай алмай жатқанымыз біздің қазақтың ұят деген сөзі да, маған ұят болмай қалды.
маған уже ештеңке ұят емес. Оған дейін мен блогта да айтпайтынмын, туысқандарға да айтпайтынмын. Сол кезден бастап мен айттым, ақша бермейсіңдер, ол осындай ойын ойнайды. Менен қарызды сұрамайсыңдар, мен қарыз берген жерде ортада тұрған жоқпын деген сияқты мен өз шекарамды қойып, өз эмоциямды басқаруға көштім. Осы кезден бастап бізде, оказывается, уже лечение жүріп басталған екен. Осылай біз уже қайда обращение жасау керек, қай этапта. Сол кезде мен уже ақпараттық желілерді оқу арқылы, даже игроманияның этаптары болады, қай этапқа жеткендігін көрген кезде. Қандай этаптар айтып кетейік? Бағана айтты ғой, мысалға, бірінші өз сөзінде тұрады ол адам, сосын ақырындап сөзіне тұрмай, өз ақшаларын жұмсай бастайды, сосын қарызға кіріп бастайды деген сияқты, оның жақындарынан алып бастайды, үйдегі затты сатып бастайды деген сияқты. Бүкіл әлемге қарыз болған кезде, уже ешкімнен ала алмайтын болған кезде, ол уже ештеңкесіз, даже қылмысқа да баруы мүмкін. Енді бізде ондай жағдай болған жоқ, Құдай сақтасын. Бірақ адами құндылықтардың бәрі кетіп қалды. Өзіне қараудан қалды деген сияқты. И сол кезде қарасам, оқыған кезде поэтапно оқып келе жатырмын, оның түбі суицид деген нәрсені көргенде мен өте қатты шошып кеттім. Себебі мен 4 балам бар, мен ондай жерге жеткім келмеймін. Бұның соңы олай аяқталғанын мен қалаған жоқпын. Этаптың соңғы бөлімі соңғы демек этабы суицид. Бұны қоғам білмейді. Менің өзім бірінші айтып кетсем бола ма? Соңғы этап жалпы түрме, больница или смерть. Ол енді заңды кәдімгі үш жерге барады да адам. Ең жақсы жағдайда жаңа реабилитация дейді. Мынандай жағдайларда қалай жасасақ болады? Жалпы бәріңізге жалпылама сұрақ. Бала ойнайды. Мысалы, әкесі қарсы, бірақ анасы қорғайды. Немесе анасы қарсы, әкесі қорғайды деген сияқты. Жаңа жауап берем, үндеме, тиіспе, сөйлеме деген сияқты. Бұның да арты сол нәрсеге алып барады ғой, демек, қорғау, иә? Әрине. Біріншіден, бұл жерде жақсы айтып кеттім, ұят болады дегенді алу керек. Бұл жерде ауру екенін мойындау керек. Ауруын жасырған адам арам өледі дейді ғой. Сол сияқты бұл жерде емделу керек. Мысалға, бұл жерде ортаққа қою керек та, мынау ең бізге көбісі келеді, ойбай құдамнан ұят, ойбай көршімнен ұят, білмей ақ қойсын, мен бұны Анталияға кетті, бұл жерде жатыр деп айтып жатқан жоқпын дейді. Анталияға кетті. Оны қайта айту керек. Мысалы, даже элементарно грипп болса грипп деп айтамыз, я. Рак болса рак дейміз, я. Соларға наоборот көмектесеміз, я. Жолын іздейміз. Бұл жерде де жолын іздеу керек. Мысалға, жаңа айтты ғой Асқарда, ең жаманы ойын құмармен ауырып жатқан адамдардың қарызын жапқан. Қарызын жапқан адам, ол екінші этап мықты площадка жасап жатыр для взлета ойын үшін. Ол мына жаңа енді бұл уақытымыз таз ғой, зерттегенге мысалы сезімдің ауруы дейді ғой. Бұл ұят сезіммен жүреді да, жаңағы балада, қыз бала, ұл балада, қыз балада ұят сезіммен, мысалы қарызын жапты, ол ұят сезіммен, қорқыныш сезіммен жүреді да. Өн бойы тек қана ол алдымен үйін сыпырып, бәрін күшті жұмыстар жасайды, тамағын жасап, мықты болып, бірақ ойы қайырден ақша алып, тағы да отып, жаңағы папа маманың или туысқандардың ақшасын қайтарып берсе. Тек қана ойынмен. Түсініп отырсыз ба? Алда мақсат жоқ, мән жоқ. Мақсат жоқ. Өмірге қызығушылық жоқ. Иә, әрине. Одан кейін ол бала не істейді? Мысалға да жаңа қарыз болып жатқан ол өз-өзіне қол жұмсайды. Өз-өзін түрмеге апарады. Әлде мысалы бізде әрбір екінші адам түрмедегі отырған адам лудоманияның арқылы отыр. Арқасында отыр. Бірақ статьялары бөлек та. Грабеж, мошенничество, түсініп отырсыз ба? Ондай прямой статья жоқ қой. Олар адамды алдайды. Не істейді? Ақшасы жоқ болғаннан кейін уже алдауға барады. И ең қызығы бұл жерде ойын құмармен ауырып жатқан адам, ол действительно адамды алдаймын деп бармайды. Ол иллюзиясымен басында мен бүгін ұтам, сөйтіп қайтарып берем деп барады. Сөйтіп қылмысқа барып жатқан білмейді алады десеңіз. Әрине. Одан кейін бір адамды алдайды. Ойбай, енді ол солдан кейін тағы 2 адам, 10 адам. Шүкір мырза, енді сіз ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Бұл жерде ең маңыздысы ұялмай, сондай байқадың ма? Ұл баласын, қыз баласын сондайға байқадың ма? Мамандарға жүгіну керек. Мамандарға келу керек. Одан кейін мынау молдаға апару, анау цыганға апару, түкірту, гипноз, қамшымен ұру дегенді мүлдем алып тастау керек та.
келінді кінәлау дегенді да сондайдың бәрін алып тастау керек. Мамандарға обязательно мамандарға бару керек. Бар ғой қазір 5 миллионға балаңа гипноз жасап берем, тазарып жүреді деген бәрі өтірік жалғандық, демек. Енді мен ондайға өз басым сенбеймін. Ол 1 минутта или 10 минутта бүткіл гипноз. Онда сол гипнотизер нағып бір адамдарды президент қылып жібермейді гипнозбен. Рас қой? Мен жауап беріп кетсем бола ма? Әрине. Мысалға андай ғой, жаңағы гипноз дейді, жаңағы оқытуды. Мысалға адам психикасы жалпы 10 жыл, 15 жыл быт болды ғой. Ойын деген адамды 1 жылдың ішінде азып тоздырып жібереді. Былайынша айтқанда да психикасы вообще жаңағыдай айтқандай ешкімге жанашымайтын, тас жүрек, құттай бала сияқты, сәби сияқты ойлайтын, жаңағыдай тек сөйлесе өтірік айтатын деген сияқты көп қой енді статьялар. Сондай болып кетеді, өз-өзін кінәлап жүреді постоянно. Адам ішінде мысалға рухани дейді ғой, ішінде рухани ештеңе қалмайды ода. Духовность 0, психикасы полный бұзылған, жаңағыдай сөйтіп жүрген адамды 1 күнде или 3 күнде емдеп шығарамыз деген. Ол мен былай айтсам, ақылға вообще қонбайды. Оған ұзақ уақыттар керек, оған психиканы жайлап орнына әкелу керек. Сізде қалай болды? Өзіңіз айтыңызшы тәжірибеңізді. Енді мен басында келгенде сол 1 ай жатам деп келдім ғой. 1 ай көрейін дедім, енді вообще сенген жоқпын ғой. Еще братыма айтамын ғой, мен укол саласында ма, таблет бересіңдер ма деп бар ғой. Қалай емдейді, мен вообще басыма сыйып тұрған жоқ. Сөйтіп сұрадым, сол кезде күліп жаңағыдай біраз әңгіме айтып қалдық. Енді бірінші айларында жаңағыдай адаптация дейді, үйрену. Енді Алла шүкір, енді қанша дегенмен де бір ішімде бір сенімділік болған болып тұр, или бір дұғаларым қабыл болды ма, искренне тілеген да. Енді жаңағыдай өз-өзім постоянно мотивация жасайтын, Асқар, саған бұрынғы өмірің керек па, сен уже осы жерден уже дұрысталмасаң шанс жоқ деген сияқты, әке-шешеңді, бала-шағаңды кім асырайды деген сияқты, қаншама адам қарғысына қалдым, солар ертең тұқымыма келеді деген сияқты, қаншама мотивациялар болды. Мен енді болды, тек адамдарға көмектесуім керек, өзімді алып шығуым керек осы жерден деген сияқты. Солай жүрдім, сол кезде уже жеңіл болып кетеді да адамға. Мысалы көбісі сенбейді, кейбіреулер бар сенбейтіндер. Ой, реабилитация мен 2 рет болғанмын, бүйткенмін, сөйткенмін. И соның әңгімелерін біреулер айтады, анау 2 рет жатып шықты ғой, ешқандай көмектескен жоқ қой деген сияқты. Мен оларға айтатыным, енді адамның бәрі біріншіден бірдей емес, екіншіден ол жақсы өмірді қаламай тұр. Мысалға біреу 16 этаждан секіріш десе, секіріп кетпейсің ғой. Дұрыс өмір бар ғой, былай қарап тұрсаң, неге екінші жағын қарамайсың? Параллель жүреді ғой бәрі де. 2 вариантта, біреу адам болып қаласың, екіншісі болды баяғыша өмір сүріп бичевать етіп, ең соңында суицидке барасың, или айдалада қалып қоясың да. Солай деп айтатын. Дұрыс жолды таңдап. Аллаға шүкір әйтеуір мен. Қазір ойнамағаныңызға? Енді 1 жыл, бұйырса 4 ай болады. Бірақ ол нәрсе бойыңызда бар, бәрібір. Енді ол зависимость деген жалпы айтқанда неизлечимый деп келеді анықтамасы. Хронически неизлечимый заболевание да, бірақ онымен өмір сүруге болады. Мысалы сахарный диабет, тамақ ауыратындар қалай, бар ғой сондай аурулар, зоб деген сияқтылар да, олармен өмір сүруге болады ғой. Бір нормативті ұстап жүрсең, рекомендацияны тыңдасаң болды да, сол сияқты өмір сүруге болады. Енді бірден өмір бал болып кетпейді әрине. Бұрынғы қарыздарым жайлап азайып жатыр, жайлап келеді. Адамдар маған кейде жазады жаңағыдай, сен өтірік хайп қуып жүрсің ба, сен бұрын ойнамаған сияқтысың ғой деген сияқты да. Мен оларға ешкімге ақталмаймын да, ештеңе де істемеймін, бірақ енді басымнан не өтті, бәрін соны ашық түрде айтып жатырмын. Енді оны түсінген адам түсінеді. Былайша айтқанда, енді қалай айтады, өз-өзімді Аллаға шүкір. Жүрген жолыңыздан бір жаңа миссия таптыңыз. Мен уже реабилитация жатқан кезде, мен өте қиын негіз процесс. Ол жерде ананы қалай жылаттым, анамды, әкемді қалай алдадым, досымды қалай алдап соқтым, жан досымды, мысалға қаншама жұмыстастарды алдадым, олардың көз жасына, қарғысына қалдым. Даже мен құлағыма келетін солар, жаңағыдай үйдің алдына келгендері, или записпен жазып қарғағандары, қатты қорқатын. Сол реабилитация жатқан кезде жаңа жолдасымды қалай қинап қойғандарым. Көз алдыңыздан өтті, өзіңізге мән бере бастадыңыз. Ең жақсысы реабилитацияда жазасын. Таңертеңнен кешке дейін. Ол енді психологтардың тренингі болды. Асқармен, бұрынғы Асқармен, қазіргі ойнамайтын Асқармен, ойында жүрген Асқарды давай отырғызайық, сөйлестірейік. Или айнаға қарап қойып сөйлесін. Ол жерде тренингтер өте көп. Письмо на маме деген бар. Енді ол жерде айта берсең өте көп. Ол жерден енді мына чувстволар, ең бірінші чувстволар жібейді.
иә, жылайтын жерде жылап, қуанатын жерде шынайы қуанып, соның бәрін үйретеді. Адамға қалай қарым-қатынаста болу керек, арттағы боқты қалай сүртіп жүру керек деген сияқты ғой. До того, как степен соған дейін үйретеді. Жақсы. Сіздерде ем барысы қалай жүріп жатыр жалпы? Сіздің жаңа бір сөзіңіз ұнады, бұл адамның бойындағы дерт екенін мойындау керек, қабылдау керек деген сияқты. Қалай мен өзім қабылдадым, что менің жолдасым сондай адам. Себебі оған дейін мен оны ақтағым келді ғой. Жоқ, менің семьям идеальный, өзіндік бір образ бар ғой. Ұят деген менде де болды. Осыған дейін пример болып өскеннен кейін барлық нәрсеге мен мойындай алмаған екем оған дейін. Содан кейін уже мен мойындағаннан кейін маған жол ашыла бастады. Мен уже ақпараттарды дұрыс түсіне бастадым. И мен эмоция туралы уже изучать ете бастадым. Сол кезде СМР техникасы деп айтады психологияда. Сол техникаға просто сөйлесу барысында жолдасыма давай осыны жасап көрейікші деген сияқты. И сол кезде оның түпкі ойы біліп қоймаса екен деген шықты да. И мен сол кезде уже түсіне бастадым. Бұл эмоциональный ауру екен ғой. Яғни бұл эмоциясын басқаруды қазір үйренсе, яғни бұл аурудан шығады. Себебі мен басқарып бастадым ғой эмоциямды, но бірақ мен жолдасыма психолог немесе коуч бола алмадым. Себебі мен қазіргі уақытта коучпын. Коучингті оқыған кезде айтады, ол кезде мен оқымай тұрып бастаған ғой оны. Қызық қой, бізге барлығын пробовать еткіміз келеді. Ең жақын адамдарыңды коучинг жасамаңдар деп айтады бізге этикада қазір. Қазір мен жолдасыма ешқандай коучинг ештеңе жасамаймын, бірақ көп адамдар әзір мен подкастқа келгенде де хайп бір нәрсе ұстау деген ниет мүлде болған жоқ. Себебі неге? Қазір коучпын десе адамдарда бір белгілі бір аудиторияда бір қарсылық бар, ер адамдарда көбінше. Жалпы менің коучинг өміріме келгелі, мен өмірім наоборот жақсарды. Қарым-қатынасым жақсарды. Мен баламмен қазір жақсы сөйлесе аламын, жолдасыммен сөйлесе аламын, ата-анаммен, басқалармен деген сияқты ешкімге баға бермей, оған шартсыз, немесе бір өзіңнің басыңдағы бір нәрсені іліп жібермей, себебі кейде біз адамдарды ести алмаймыз. Тыңдап отыруымыз мүмкін, бірақ не айтып жатқан түбіне барып ести алмаймыз. Сондықтан маған жалпы коучинг деген ілім өмірімді өте жақсы жаққа өзгертті. Дұрыс қолдана алсаң. Оны просто бізге өмірге енгізіп жіберу керек та. Сөйлесе алуға жақсы. Сөйлесумен шешіледі екен. Ең бірінші этап, сөйлесу. Проговор ғой, проговор. Сосын жолдасыңыздың ем барысы қанша жылға созылды, немесе уақытқа? Орталықта жатып шықты, одан кейін одан бері уже 1 жыл 4 ай 5 айдай уақыт өтті. Сондай ақ уақыт өтті. Қазір біз жақсы өмірімізді сүріп жатырмыз. Даже қаржылай сауаттылыққа келдік десе, яғни проблема қай жерден болатындығын ашық сөйлесе аламыз. Біз не үшін ұрысып жатырмыз? Сенде қандай эмоция болып тұр, менде қандай эмоция болып тұр. Осы проблеманы қалай шеше аламыз алдағы уақытта? Идеальный болып кетпейді. Ұрысу да это нормально, жылау да, қуану да, барлық эмоция это адамға керек та. Bir кезде қиналу да керек, бір кезде қатты қуану да керек. Сол нәрсенің бәрін дұрыс қабылдап, ешқандай эмоциямызды бағаламай бастаған кезде біз уже сөйлесе алдық. Даже кейде күлеміз, тұрмыс құрғанымызға 12 жыл болды. Неге осы тұрмыс құрмай тұрып осы әңгімені сөйлесіп алмағанбыз дегенді, андай бір образ деп айтады ғой. Менің басымдағы жолдасыма деген бір образ болды да, и ол образға менің жолдасым соответствовать еткен жоқ. Сол кезде, оказывается, конфликттер уже басталады екен. Оның басында да бар ғой тура сондай әйеліне деген образ. Реальностьтағы әйелі мына жерде тарс-тарс сөйлеп қалған да, все, әзір шешіп тастайын да. Оған ондай әйел керек емес болуы мүмкін. Яғни бұл жердегі басымыздағы реальность пен өміріміздегі реальность совпадать етпеген кезде уже конфликттер басталады. Біз оны сөзбен айтуымыз керек. Менің ойымда осылай ойлап едім деп жеткізу керекпіз да. Біз ойымыздағын ойлап тұрамыз да баға беріп сөйлейміз. Бұл өте бір өзіндік бір түсіну керек та бұл этапқа да. Осы эмоцияны біліп бастаған кезде, қазір менің балаларым уже подросток, олармен де мен сөйлесем үйде. Ол бағанағы үндемей қалғаны маған керек емес. Себебі үндемей қалған жерде оның психикасы менің сөзімді қалай қабылдады? Ол қорқып қалды ма, кінәлі сезініп қалды ма, жоқ ода бір ұят болды ма? Мен айтамын, қазір өзіңді қалай сезініп тұрсың? Сен қандай ой? Ол сразу айта алмайды. Сұрап, соңында мен анықтап алып, содан кейін ол не бір жылап алады, немесе айтады, содан кейін шыққан кезде бәрі жақсы болады. Жолдасыңыздың ата-аналары сізге риза шығар енді. Сіз керемет жары болып, ажырасу деген жеңіл жолды таңдамай, қолдау жасап, емдетіп, жанына соңына дейін болып, осы бір кішігірім болсын жеңіске жеткендеріңізге.
риза емес деп айта алмаймын. Енді кінәлау болды Араласамыз, дедіңіз иә, ғой. кінәлау болды. Қазір бір араласпай кеткен жайымыз жоқ. Араласамыз. Барлық нәрсеге уақыт керек. Барлық нәрсеге. Бір күнде емес, себебі менде де реніш болды. Ауыр сөздер айтқан кезде, мен наоборот шығуға тырысып жатқан кезде, мені кінәлі қылып қойған кезде мен өте қатты ренжідім. Ренжігенімде солай айттым. Менде реніш бар деп айтам. Сондықтан ол уақыт керек деп ойлаймын. Бірақ мен қазір кек сақтау немесе бір нәрсені дәлелдеу деген позицияда емеспін. Өте жақсы. Енді қараңыздар, мына жерде сіз айттыңыз, жолдасым емделіп шықты деп, Асқар мырза да қазір айналамызда көшеде кетіп бара жатсақ та, кино көрейік десек те, жан жағымыздағы мынау медиа дейді ғой, барлық жерде осы лудомания, ойын құмарлықты, Реклама, ойындарды жарнамалайтын нәрселер көп, конторалар көп деген сияқты, лотерея. Жалпы Шүкір мырза, мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан осы лудоманияға қарсы жасалып жатқан қандай істерге сіз дұрыс деп санайсыз, және де бағаңыз қандай? Әрине, мынау жаңағы кино деп жатсыз қой. Иә. Кино, любой жерде реклама действительно көп. Енді былай айтсақ, жаңа Асқарды айтып кетті ғой, мысалы 16 этаждан секір десе секірмейсің ғой дегендей да. Бұл жерде әрбір адамдың, Арайханның айтқандай, таңдау дейді ғой. Таңдау әрбір адамда өзінде болу керек, біріншіден. Мемлекет жағынан мен мемлекетке рахмет айтқым келіп жатыр. Неге десеңіз, мысалы 3 жыл бұрын, әлде 2 жыл бұрын Алматы қаласында бір билборд жоқ еді. Қазір билбордтар өте көп Алматы қаласында. Қазір мынау жақсы заңдар қабылданды, 25 жасқа дейін ойнамау. Госструктурадағы жұмыс жасайтындарға рұқсат емес ойнауға. Әскери адамдарға, приравненный госструктураларға, оларға болмайды да ойнауға. Қазір Құдайға шүкір, мемлекет енді біраз жыл болды, мына күресіп, мына депутаттар бар, қолға алып, бәріміз мына Қазақстан мемлекетінің адамдарына ризамын. Қазір қоғам болып жиналып, бәр жерде осыны ашық айтып, мен мысалы 5-6 жыл бұрын бізге мүлдем қиын еді ғой. Мына адамдар келеді, ауру десек өзің аурусың дейтін. Мен балам әшейін ойнап жүр дейтін. Түсінік болмайтын. Қазір мемлекетке рахмет, жария қылып, осындай көмектесіп жатыр. Халыққа енді Құдай қаласа әрі қарай одан да жақсы болады деп ойлаймын да енді. Жалғастырып кетсем болады ма? Жалпы бізде сол Шүкір ағамыз айтқандай менталитет кішкене жаңағыдай, наркоманмен алғаштан шошиды да, жолама, жақындама, бүйтпе, сөйтпе. Бізде мысалы ортақта ойнап отырса адам, телефонмен ойнап отырса, бір-бірінен мнение сұрап отырады. Как будто жеңіл да бізде бәрі. Ойын ба? Просто ойын. Жеп-жеңіл қарайды. На самом деле ойын, екеуінен де апасын. Ол бәрін қарызға кәсекқа тығады, тем более еще суицидке апарады да. Сосын жаңа реклама туралы айтып кетейін. Маған көбісі жазып жатады. Мен мысалы подкаст жүргіземін ғой. Маған айтады, ойынды жауыңдар. Біріншіден мен қолымда емес қой ол. Шүкір ағаның қолында емес. Ол реклама, ол бизнес та. Екіншіден сендер жауа алмасаңдар босқа сөйлемеңдер, анау деген сияқты наразыларын білдіреді да. Мен айтамын, мен сені біреу қолынан жетектеп апарып ойнатып жатыр ма? Реклама тұра береді, ол реклама ғой. Ешкім қолынан жетектеп апармайды ғой. Соған бармасын деп алдын алып біз айтып жатырық деп солай түсіндіреміз да. Енді ол жақын арада мен ойлаймын жауып қалмайды, рекламаларды алып тастамайды деп. Именно блогерлар қазір көп қой реклама жасайтындар. Ақша үшін. Енді соларға айтқым келеді да, құрметті халқым да. Енді ана орысша айтады ғой, бесплатный сыр только в мышеловке дейді ғой. Ондай жеңіл ақша келмейді. Олар блогерларға көбісіне ақша төлейді, аптасына 1 миллион, 3 миллион. Олар әрине сол онлайн казинода реклама жасайды. Не үшін? Ол бизнес да, бизнесқа не үшін жасайды? Олар реклама арқылы өзінің бизнестарын жүргізеді. Сол үшін сенбеңіздер. Енді көп халық соған сенеді ғой. Мен осы жұрттың алдында жүр, осындай авторитетный кісі деп, солардың арқылы сенеді да. Оның бәрі өтірік да, именно онлайн казиноға сенуге мүлдем болмайды, любой ойынға. Сосын сол жаңағы телеграм каналының арқасында наркотиктарды сатып жатыр мысалы. Бізде талай адамдар бар, ойыншы болып, ойын құмарлықпен ауырып, одан кейін наркоман болып кеткендер де бар.
жындыханаға дейін жеткендер де бар. Енді оны айта берсек өте көп қой. Айта беріңіз, ашық түрде. Иә. Енді жалпы ойында жүрген адам қай жерде ақша бар, любой іске дайын болады. Ол мен өз басымнан өткен да. Наркотик тасып болса да ақша тауып. Наркотик тасу болсын, ұрлық болсын, любой қандай вариант бар, біреуді алдау болсын деген сияқты. Ол жерде ар намыс деген жоқ. Ар намыс, біреудің обалына қалу, жаңағыдай қарғысына ұшырап қаламау, ертең сол маған қайтып тиеді ау деген сияқты мүлдем болмайды. Сол үшін ол ақша қай жерде болды, сол жерде жүреді. Сол үшін қылмысқа спокойно бара береді. Ал ол жаңа айтып отқан телеграмнан жаңа закладка тарату, ол енді былайынша айтқанда біріншіден үлкен қылмыс, екіншіден адам денсаулығын құртады, ешкімге керек емес соқпады. Ол жерде мысалы жаңағыдай ақшаға қызығып бару мүмкін. Біздерде талай жігіт жатыр ғой. Мысалы закладчик болып жасағанда өздері употреблять етіп кетеді да, жаңағыдай иіскеп, шегіп деген сияқты. Артынан олар бесплатно бере береді, оның дозасы көбейе береді ғой. Мысалы дәл сол игромандар сияқты, игроман бұрын 1000 теңге 500 теңге салушы, какие-то время 5000 10 000 салады. Уже какие-то время 50 000 100 000 салып отырады. Уже қызық емес 5000 10 000. А наркоманға да дәл солай доза мысалға. Доза көтеріле береді, толеранс. Көтеріле береді, ең соңында адам дейтін далада қалады да. Негізі өте жақсы айттыңыз жаңаша. Біздер нашақорлардан, алкоголизмнен қорқамыз, және үшінші негізі ең үлкен осы дерт лудомания, ойын құмарлық болып тұр екен да. Және де үкіметке келетін болсақ, ол екі тарапқа бөлінеді дейді. Біреулер қарсы толық жауап тастау керек деп, ал екіншілер қарсы емес. Ол бола берсін, өйткені ол көлеңкелі экономикаға кетіп қалады, ертең олар салық төлемей қояды мемлекетке деген сияқты. Иә, қазір мен оны түсіндіріп берейінші. Сәл былай түсіну керек та, бұны мүлдем жойып тастауға мүмкін емес. Мысалы, ата-бабаларымыздан алсақ, бұл ойын құмарлық болған. Ол болады да. Енді ол мүлден алып қазір күшейген ғой енді. Бұл да бизнеста енді әрине экономикаға көмектеседі деп енді айта береді. Ашық салық төлейді. Иә, оны айты. Бұл жерде ең маңызды өзіңдің өмірің ғой, өзіңдің таңдауың. Сен қандай өмір сүресің деп. Әрине ауырасың, ауырғаннан кейін кел түсіндіріп береміз, қалай емделетінін көрсетеміз. Ары қарай енді өмірге өзің жауапкершілік алуың керексің ғой. Мысалы 10 адам түссе, қаншауы толыққанда айығып кетеді сіздерде? 10 адамнан енді толық программаны өтсе 8 адам емделеді. Өте жақсы. Иә. Мысалы ол 2 адам нағып емделмейтін, ол жаңағындай мен кейбіреу 2 рет болдым деп асқар айтты ғой, көмектеспе. Ол шындықты айтпайтын адамды жаңа Арайханды айтты ғой, мойындау керек біріншіден. Мойындаған адам оның емі тезірек жүреді. Сол кезде бұл дерттен шығып кетеді. Жаңағы мемлекетке келетін болсақ, ары қарай енді әрине ол мемлекетімізде де біраз адамдар жұмыс істеп жатыр, олар да енді ақымақ адамдар емес қой. Олар да халық үшін де ойлап жатқандар да бар арасында өте көп. Менің ойым, Құдай қаласа, бәрі дұрыс болады жаймен. Бір күнде оны алып тастау, жауып тастау ол мүмкін емес. Оның бәрі дұрыс болады. Уақыт керек, тек қана уақыт керек. Енді жаңағы мен қыздар туралы айтқым келеді да, ең қиын мысалы қыздарды емдеу. Қыздарды емдеу, білмеймін, осы женский алкоголизм, женская наркомания и женская лудомания өте қиын келеді по лечению. Мысалы жаңағы сіз статистика мысалы айтып жатсақ, 10 қыздан келсе, одан всего лишь 3 емделеді. Түсініп жатсыз ба? 3 қыз емделеді. Ол өте қиын. Мынау жаңағы қыз балдар өзде өте нәзік болады ғой, өте нәзік болады ғой, сенгіш болады, сезімтал болады. И олардың, наверное, осы мынау сезімдердің ауруы ғой, 2 есе көп болады ау деймін. Көтере алмай қалатын сияқты, иә. Оларда өте көп уақыт емдеу керек, қыз балдарды. Соны айтқым келіп жатыр еді, сол мемлекетке рахмет. Негізі ғылыми түрде айтады ғой, бұны іште андай мәнді жоғалтып алу, экзистенциялық вакуум деп аталады екен да, пустой, мына көкірек қуыс болып қалады ше. Соны немен толтырғысы келеді, жаңағы сіз айтып тұрғандай игроманиямен, немесе алкоголизммен, наркотикпен деген сияқты. Енді оны қараңыз, былай ғой, жаңағы Асқарды айтты ғой, сәл түсіндіріп сіздерге. Оны
зерттейтін болсақ, қазір айтатын болсақ, бізге көп уақыт керек та. Қысқаша айтып кетейін, мына низкая самооценка болады ғой адам баласының. Мына самооценкасы өте төмен болғаннан кейін ол любой нәрсеге қызыға береді да. Мысалы, для чего он істейді? Ол привлечение внимания дейді ғой. Жаңағы даже ол қарамайды, мысалы, жаңағы ойыншы да, мынау қазір мені сотталып кетемін ғой наркотикпен. Оған именно жаңағы эйфорическая память, помнит, да, сол дәрежеде ол ләззат алған. И соған жүгіре береді, түсінесіз бе? Сол үшін бұл жерге не үшін біз біраз уақыт емдейміз? Кейбіреулер келеді, ойбай, 5 ай емдейсіздер ма дейді. Сол кезде айтамыз, айналайын, қалай 5 ай емдейміз? Ол да аз, кейбір адамға 1 жыл керек емдеуге. 10 жыл, 5 жыл, 20 жыл ойнап, арағын ішіп, нашақорлығын, кейбіреулер бар, наркоман да, алқаш та, ойын құмарға да жақын. Солардың бәрін 2 ай, 5 айда емдеу мүмкін емес, толық емдеу да. Оған уақыт керек. Әрине, жалғастырып кетейін. Жаңағыдай ата-аналар сөйтіп, кейбіреулер бар возмущать ететін. Жаңағыдай ақшасы қымбат, или там уақыт ұзақ, неге деп та. Былайынша енді ақшасы қанша негізі? қарапайым тілмен айтқанда, енді ол жағын шүкір ағамыз айтар. Жалпы деймін да, жаңа кешіріңіз, былай қарапайым тілмен айтқанда, енді әке-шешесін қанша жыл сорлатқан бала да. Мен айтам, сіздердің айтқандарыңыз тыңдамай келіп тұрған бала бізге келіп, біз енді кішкене ретке саламыз, жөнге келтіреміз. Кішкене былайынша айтқанда, мына ой өрісін өзгертіп тәрбиелейміз да. Ол өте оңай жұмыс емес, өте қиын. Мысалы, сіз соны бізді қымбаттайсыз, сөгесіз, ренжейсіз, өзіңіз тәрбиелемедіңіз бе онда? Кейде менде де болады реніштер. Бірақ енді барынша түсінуге тырысам да, мен басыма өткесін солай батырып айтып жіберемін де. Ол жерде өте қиын. Мына жерде әрбір үйдің еркесі, әрбір үйдің тентегі ғой. Ешкім тыңдамайды ол жерде. Шүкір жерде. мырза, жасырын болмаса, қанша теңге? Мен ойымша, экранның ар жағында шынымен баласы осылай ауырып жатқан ата-ана қанша миллион болса да беруге дайын деп ойлаймын. Соны беріп жазылып кетсе, қандай керемет емес па? Әрине, бізде енді біздің оңалту орталықта 500 мың теңге айына. Өте жақсы баға деп ойлаймын, Енді бізде әртүрлі жағдайлар болады да, енді біз мысалы қазір біздің орталықта 30 адам жатса, 30 адамның 8 адамы тегін жатыр. Ондайымызда да бар да бізде. Ол қалай сонда? Ол енді қалай енді? Алланың разылығы үшін деп тегін аламыз кейбір адамдарды. Енді сіз өзіңіз ойлаңыз, енді әркімдің, бұл жаңа сізге айтып кеттім ғой, бұл социальный слой таңдамайтын ауру да. Кейбіреулер айтады, ой, в основном байдың балдары ауырады, құтырғаннан ана семіздікті тек қана мал көтереді деп. Жоқ, ондай емес. Ауылға барып көріңіз, ауылда да нашақорлық көп, арақ ішетіндер де көп, ойын құмарлыққа жақындар көп. Келеді мысалы, апа келеді, бір анада апа келді, айналайын балам дейді, пенсия алам дейді, 80 мың теңге ма? Мен төлей алмаймын. Қандай көмегің болады? Сол кезде ондай кісілерге әрине апа керемет емдейміз деп аламыз. Ол да болса сіздердің қоғамға беріп жатқан үлестеріңіз. Әрине, әлде мысалы анада бір қыз бала келіп жылап, риза болдым ол қызға. Айтады, мен дейді күйеуімді жақсы көрем дейді, бірақ менің ақшам жоқ дейді оған емдейтін. Сол кезде де мақұл деп көмектесейік деп не қылдық. Мына ойын құмарлыққа жақын адамдар өте коварный болады ғой. Қазір мына есіме түсіп кетті, айтып кетейін. Басқа қыз енді жылап жіберді отырып консультацияда айтып. Ойын құмарлықтың арқасында мені дейді дос баласының астына жатқызып берейін деді. Сондайлар да бар. Бұл жаңа мына Асқарда айтып кетті ғой, мына көбісі ойлайды, ойын құмарлық қой, ничего дейді да, ештеңке жоқ. Бұл наркоман емес қой, арақ ішіп жүрген жоқ қой. Ол наркоманнан да бетер ойын құмарлық. Неге десеңіз, наркоманды сәл дәрі-дәрмектерді беріп емдеп алуға болады. Ойын құмарлыққа жақын адамға дәрі әлі шыққан жоқ. Дәрі жоқ, ол тек қана мына басымен ой қабілетін жұмыс жасау керек. Біраз уақыт керек та ол үшін. Арай ханым жаңа дұрыс айтты да, бізге көбісі келеді да, айтады да, жаңа да айттым ғой енді, баламды жөндеп бер деп. Өзі мүлдем қатыспайды. Біз мысалы балдармен 3 ай, 4 ай, 5 ай жұмыс істегенде ол баланы әрине біз
сәл болса да жөндеп қоямыз да. Бірақ ол бізден шыққаннан кейін сол қайттан ортаққа барады. Ортаққа барғаннан кейін қайттан не қылады да, бұл жерде бізге әрине әке-шешелері бізбен бірге жұмыс жасайды. Біз әр аптасына бір рет тегін лекциялар жүргіземіз соцзависимыйларға. Олар мысалы жаңағы соцзависимый деген кім? Ол жаңағы ең жақындар болады. жолдасы, бауырлары. Бауырлары, солар жақын болады. Ойбай, мысалы жаңағындай ешкімге айтпа, мен кредит жауып беремін, сенікі уайымдама деп та, сондайлар жақын болады. Вот сондай адамдарға әрине оларға да ем керек. Мына соцзависимый деген ең бірінші сол ауруға алып келетін соцзависимый адамдар, зависимость. Енді Ол айта бер. жалпы ата-ана деген былайынша айтқанда баласын жамандыққа қимайды ғой. Әрине. Қанша рет алдасын, қанша рет лақтырсын, қанша рет сан соқтырсын, қара бет қылсын даже. Әке-шешесі мысалы көшеге шыға алмайтындай дәрежеде басын көтеріп жүре алмайтындай дәрежеге жетсе де, по-любому баласын жақтап тұрады. Сол себепті ол созависимый адам қанша рет алданса да, маған бір кісілер хабарласты. Бүгін буквально балам ойнайды, мысалға 10 жылдан бері ойнайды деп айтады, бүгін хабарласты. Балам зарплатын алды да, бірақ мына пополнение букмекерский контораға түсіп тұр дейді. Балам ойнамайым деп айтып тұр дейді да. Балам ойнамайым деп айтып тұр, бірақ пополнение анда кеткен. Қалай алып алам содан ақшамды дейді да. Енді былайынша айтқанда, енді мен енді баласы екеуін қарсы қойғым келген жоқ, бірақ айттым, апа, сол ақшаны күтпей ақ қойыңыз болды. Ары қарай Оны емес, қазір мен вообще өзіңіз шешіп аласыз деген. Соны айтқым келгені, шүкір кешіріңіз, баласына до такой степени сонда до конца сеніп тұр да. Ол енді көріп тұр ғой көзімен, уже ойнап тастаған ғой, бірақ сонда да жаңағыдай сондай датау көрмейді да. Сондай ғой созависимый. Күлеміз та енді бұл жерде енді. Жаңа да Асқар екеуміз осы жаққа сізге келатқанда қонаққа бір кісіні жыл жүнен кейін консультация жүріп келедік. Сол кезде де Асқар айтып берші, екеуміз жаңа бүйтеді, мен балам дейді, ондай ойыншы емес дейді ғой. Сол кезде маған айтады ғой, үшеуміз тұрық қой. Әңгіме шығып кетті,ошым тұрады да, мен балам енді датау ойыншы емес, игроман емес. Просто арасында бір ойнақ қояды дейді. Ақтап алып жатыр. До такой степени сондай. Просто мен айтам да, аға деймін, сіздің балаңыз ойыншы емес болса, жалпы қанша зарплата алатын еді, қанша үйге әкелетін еді. 300 мың зарплата алады да, 150 мың ойнап, сосын тағы 150 мың ойнап, 300 мың ұтылып қалады дейді да. Енді қанша келеді десем, үйге ұтылып қалады дейді. Мен айтам, логически ойлап қараңызшы, ол азғантай игроман емес, ол уже жетіп тұр. Нормальный адам ондай істей ме десем, өзінің қолында ақшаны просто бере сала ма біреуге десем, солай екен ғой, мен балам игроман екен ғой дейді. Көрдіңіз ба, созависимость деген сондай. Қаншам любой ата-ана өз баласын, әрине бір ата-ана да өз баласын жаман көргісі келмейді. Ата-ананың миымен жұмыс істеу керек дейсіз ғой. Параллельно жұмыс жасау керек. Созависимый адамдар қимайды бәрібір жақынын. Маған да біз білдік, ойынын ойнап жүргенін. Сол кезде қайнағам осы Бекзат соларды тауып, осы Шүкір ағалардың контактысын алып келген екен. И маған айтты, өстіп, мен орталыққа апарып жатқызам деп. Мен жыладым. Себебі мен уже жалғыз қалам деген нәрседен қорқыныш менде қорқыныш оянды. И мен өтші жанымда жүре берген жақсы деген сияқты. И қазіргі уақытта әлеуметтік желіде бұл туралы мен айтқанымда өте көп әйел адамдар күйеуінің наркоман екенін, күйеуінің игроман екенін, соның дертін тартып жатқандығын, қанша ақша тауып жатса да ақшасының берекесіз болып жатқанын айтты да. Сол кезде мен сізге жазған болатынмын, осы тақырыпты қозғайықшы деп. Сол кезде мен ол әйелдер адамдарға айтамын, сен бірінші өзіңмен жұмыс жаса деп. Ол оған андай, сен өзіңмен жұмыс жаса деген менің сөзім оған сен кінәлісің деген сияқты да. Олай емес, сен кінәлісің, ол кінәлі деп кінәліні іздеп отырған кезде сенің өмірің өтіп жатыр ғой. Сондықтан бір адам бұл жерде жауапкершілік алу керек болса, ол өз аяғымен бармайды. Бірінші созависимый адам бұл жерде кәдімгідей шешім шығарып, өз эмоциясын басқара алу керек. Сол кезде ғана ол басқа шешімдер іздеп бастайды да. Сондықтан сол кезден бастап естідік, одан кейін мен де оған дайын болған кезде ғана ол да дайын болды да. Яғни мен өзім ішімнен уже қорықпай, мен болды, уже өзінің пределі жетті, мен айттым, мен бала-шағаны да бағам, басқаны да бағам, болды, керек емес. Ештеңе маған керек емес деген кезде
уже мен ішімнен одан барлық байланысымды, эмоциональный байланыс, ажырасып міндетті түрде керек емес. Ажырасу деген эмоционально ажырасақ көп проблеманың шешімі шешіледі да. Сондықтан эмоционально ажыраған кезде ол адамды ар жақтан шешім шығарды. Болды, мен барам. Мен өзім бұл батпақтан шыға алмаймын деп мойындау сол кезде болды. Бірақ ондай адамдар мен ауру емеспін, мені апарсаң қол жұмсаймын деп шығады ғой, иә? Әрине, ол манипуляция, да. Мысалы, көбісі ойыншылар еще әйелдеріне бүйтіп манипуляция жасайды ғой. Мен кезінде саған бақтым ғой. Мен саған бриллиант кезінде алып бердім ғой дейді. Қашан десең, 15-20 жыл бұрын. Сол бұрынғысымен өмір сүріп жатыр да. Сен басқа біреуге тұрмысқа шығу үшін деп басталады еще. Сөйтеді ғой еще. Бізге келеді, жатады. Шүкір аға, мен 2 апта болды, түсіндім аға бәрін. Мен үйге қайтуым керек. Мақұл, не үшін, не себеппен қайтасың десе. Әйелім мені тастап кетеді дейді. Өзі брайлап, үйге қонбай, әлде бір жерде жүрген кездерді ол кезде ойламайды. Мынау емге келген кезде ауру сондай да сондай алып келеді, арам ойлары да. Ал жас балаларды қалай алып келеді ата-анасы? Енді бұл жерде бар ғой 9-шы сыныптан студент келсе, біз сондайларды заң бойынша қабылдай алмаймыз. Студенттер 18 жастан кейін енді қабылдауға болады. Өзінің еркімен келгендер. Жоқ, мен өлемін деп манипуляция жасады алып барау керек па, қалай? Жоқ, енді айтып кетсем бола ма? Жаңағыдай бір ситуациялар болған, жаңағыдай мен как раз медеуде жүрмін, тауда. Әкесі звондап, жылап тұрды, жаңағыдай баламды осылай хат жазып кеткен, балам өлем деп, енді көрмеймін, сендер кешіріңдер мені деген сияқты жазып кеткен, балам тауып берші деген сияқты. Енді ол кезде мен айтқам, енді қолым босамай жатыр, 102-ге звондаңыздар, мен қайдан таба аламын қазір деген сияқты да. Енді ол студент бала болды, сол енді Алланың қалауымен келді ғой, орталыққа келді, сол 102 тауып берді оны. Бұл жерде негізі ата-ананың шешім қабылдауына байланысты сияқты ғой, иә, нақты түрде. Енді көбісі негізінде емдеткісі келеді, бірақ жаңағыдай созависимый ғой, жаңағыдай қолдап, соны ақтап, постоянно қарап отырғысы келеді, көз алдында жүргенін жақсы көреді, солай аяйды да. Бірақ сөйтіп жүргенде где-то бір 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл өте береді. Сөйтіп ол патологияға ауысып кетеді деңізші. Әрине. Сондықтан құрметті экранның артында отырған ата-аналар, жалпы немесе жарлары, жолдастары, сіздердің бастарыңызда да осындай бір қиындық туындап жатса, міне кімге хабарласу керек, қайда бару керек деген ақпаратты сіздер толыққанды алдыңыздар деп ойлаймын. Өздеріңіз де осы жерде уже ойланып, сіздің жолдасыңыз немесе балаңыз қай кезеңде жүргенін барлығын шамамен сіз түсіндіңіз деп ойлаймын. Сондықтан да сіздерге міне тікелей ашық түрде кім көмектесетіні, қалай көмектесетіні алдарыңызда отыр. Міне Шүкір мырза, сауықтыру орталығы бар. Оның жанында сізден насихаттап жүрсіз ғой, Асқар мырза бар деген сияқты. Осы кісілердің контакт номерлерін біз YouTube астында немесе қазір экранға көрсетіп кетеміз, немесе Инстаграмдарын қалдырамыз, тікелей жазып, қайда байланысу керек, қайда бару керек, шыға берсеңіздер болады. Жалпы енді подкастымызда айта бергіміз келеді, әрине 1,5 сағат уақыт тез өтіп кетті дей тұрғанмен, соңғы сөз өздеріңізден қоғамға деген бір халыққа деген жолдауларыңыз болса көрерменге. Ешқашан үміт үзбеу керек. Кейбіреу келеді бізге, ой, мына адам болмайды дейді да. Ешқашан баладан, қыз баладан, ұл баладан болсын үміт үзбеу керек. Ұят болады демеу керек. Ұялмай келу керек, емделуге ем алу керек. Ода ештеңке жоқ. Бізде мыңдаған адам емделіп қазір. Мықты бизнесмендер, мықты госструктураларда да істейтіндер де бар, кәсіпкерлер де бар, мұғалімдер де бар, әншілер де бар. Мықты өзінің өмірін жөндеп кеткен адамдар өте көп. Сол үшін ұялмай, кейін полкаға қоюдың қажеті жоқ. Тезірек емге келу керек деп айтайын. Жақсы. Рахмет. Мен де айтып кетейін, жалпы ата-аналарға айтарым, негізі балаңды аясаң аяма дейді ғой. Баланың жақсы өмір сүргенін қаласаңыз, вообще аяп керек емес. Созависимый жақтан әлпештеп, жаңағыдай ауырып жатса да аямау керек та. Жалпы кішкене жаңағыдай мамандарға жүгініп, солай әрекет етіп, адамды жақсы өмірге қалыптастыруға болады. Сосын жігіттерге де айтарым, өздеріңе сеніңіздер. Главный өздеріңе сеніңдер, күштеріңе сеніңдер. Жалпы игроманның қолынан келмейтін нәрсе жоқ.
жалпы игромандар өз өзін постоянно ақылдымын, мен лидермін, мен бәрінен высшымын деп жүретін адамдар, қолдарынан бәрі келеді негізі. Сол себепті айтатын жарқын өмір бар, әлі күшті өмірлер бар өмірде. Тек қана осы зависимостьті кішкене басып, басқа арнаға бұрса, өте жақсы өмір сүруге болады. Бәрі де орнына келеді. Өмір осымен бітіп қалған жоқ. Рахмет. Сол. Проблема жалпы сөйлеспеуден басталады екен. Және де проблеманың шешімі сөйлесумен шешіледі. Сөйлесе алу керекпіз. Жақындарымызбен қандай эмоциясы болып тұрғанын сұрау, қандай ойы болып тұрғанын, балаңмен де, ата-анаңмен де, жарыңмен де, достарыңмен де жақсы сөйлесу ғана керек. Сол кезде ешқандай бізде проблема болмайды. Жақсы, құрметті қонақтар, біздің алтын уақыттарыңызды бөліп, осы тақырыпты халыққа пайдалы болсыншы, жетсінші деген мақсатта келіп отқан ниеттеріңізге көп рахмет. Және сол ниеттеріңізге жетесіздер деп ойлаймын. Және де арнайы осы тақырыпты ұсыныс жасап, мен өзімнің өмірімді ашық айтуға дайынмын деп келген Арайлым Болатқызына да біз көп алғыс білдіреміз. Айтады ғой енді қазақта, ұлтыңды түзеймін десең бірінші жастардан баста деп. Сондықтан болашақ жастарымыздың қолында, жастарымыз дені сау, рухы сау азаматтар болып өсе берсін дегіміз келеді. Жалпы енді біз подкаст соңында біздің осы халыққа пайдалы болса екен деген айтарым бар подкастымызды спонсировать етіп жатқан Korean Buyers компаниясының атынан біздің осындай кішкентай қыздарға арналған флаконды парфюмдеріміз бар. Осыларды біз сатып, осындай қоғамға пайдалы дүниелерді қаржыландыру мақсатында шығарып жатырмыз. Арай ханымға сіздердің үйдегі жеңгелерімізге деп қояйыншы. Сыйлаймын. Ой, рахмет. Жалпы Korean Buyers компаниясы теріге, тазалыққа, осы денсаулыққа қатысты өнімдерді сатады. Және Арай ханымға осындай кішігірім құшақ гүлдері. Сізге көп рахмет. Құшағыңыз тек қана гүлге тола берсін. Сіздерге де үлкен рахмет. Халыққа көмектесеміз деп жатқандарыңызға мың бір рахмет. Көп рахмет. Осындай сіз сияқты ақкөңіл өйстіп келіңіздер десеңіздер, біз әрдайым дайынбыз ақпарат беруге, мәлімет беруге. Иә, біз дайынбыз. Мемлекетіміз аман болсын, халқымыз бәрі тек қана бақытты болсын дейді. Әмин, рахмет. Жақсы күнде жолыққанша сау саламатта болыңыздар.